Достар, қазір Bplay лигасы болып жатыр. Бұл Қазақстандағы ең үлкен және ең алғашқы турнир. Бұны жасап жатқан Beeline компаниясы. Сіздерді осы турнирді көруге шақырамын. Қазір полуфинал ойындары өтетін болады. Барлық ойындар Bplay каналында тікелей эфирде көрсетілетін болады. Достар, сондай-ақ сіздерге 300 алмаз ойнатылатын болады. Жай ғана сіздерге турнирді көрсеңіздер болды. Сілтемесін төменге қалдырам, кіріп ойындарды көріңіздер. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Әділ. Бүгінгі видеода мен сіздерге Bplay турнирында қалай ойнадық, яғни отбор ойындарын қалай ойнадық, сол туралы айтатын боламын, және де сол ойындарды сіздерге көрсететін боламын. Осы турнирға біздің гильдиямыздан 4 состав қатысты. Біріншісі ол мен составым, екіншісі KZ Team, үшіншісі VP Sports және де eSports Original деген командаларымыз қатысқан болатын. Бірақ та өкінішке орай біздің тек бір составымыз полуфиналға дейін өтпей қалды. Ол бізде eSports Original өтпей қалған себебі олар екі ойынға келмей қалды, кешігіп қалды. Сол себепті екі ойын ойнай алған жоқ. Сол себепті өте алған жоқ. Ал қалған 3 составымыз әзірге полуфиналда бұйырса ойнайтын боламыз барлықтарымыз, және де егер де 3 составымыз өтсе финалда ойнайтын боламыз, және де сол призовой фондқа таласатын боламыз. Турнирда менің составым бірінші этапта eSports командасы 108 поинтпен бірінші орынмен келесі этапқа өттік. Екінші этапта біздер O2 группасына түстік, 86 поинтпен бірінші орынмен үшінші этапқа өттік. Үшінші этапта F3 группасына түсіп 105 поинт жинадық. Общий поинт сөйтіп тағы да топ 1-мен төртінші этапқа өттік. Төртінші этапта S4 группасына түстік. Ол жерде де 105 поинт жинап 3 каткада сөйтіп полуфиналға өттік. Енді бұйырса полуфиналда ойнайтын боламыз. Достар, ал енді қазір осы барлық отбор ойындарына қалай ойнадық, сол ойнаған ойындарымыз көріп кетіңіздер, қалай топқа кірдік, қалай киллдар жасадық, барлығын түсірдім, көріңіздер. Ал енді қиын болмаса қолдап лайк басып кетсеңіздер өте керемет болар еді. Bplay лигасының ойыншыларына жаңа энергетик адреналин гейм фул өте керемет энергия береді. Did you find a way to run from the city of the sun? You could have stayed, it's only over when the day is done. I never knew you was a runner, yeah. I mistook you for a son. It don't matter what we think when it's all over, 'cause this is our last chance to leave it all behind. Raise your voice and raise your power, yeah. This is our last chance to leave it all behind. Raise your voice and raise your power, yeah. power, yeah.
away to run from the city of the sun. You could have stayed, it's only over when the day is done. I never knew you was a runner, yeah. I mistook you for a son. It don't matter what we think when it's all over, 'cause this is our last chance to leave it all behind. Raise your voice and raise your power, yeah. This is our last chance to leave it all behind. Raise your voice and raise your power, yeah. Ойыншылары зонаға қарай ығысуы керек. 10-шы команданың жағдайы жақсы екен, және екінші команданың екі ойыншысы дәл ортасында тұрған үйге тығылып жақсы позиция алуда. Я, достар, Казгеймер қазір бір лобстерді құлатты. Екінші команданың екі жігіті қалды. 10-шы команданың ойыншысы, бірақ ойыншысы бар, және Джит Казгеймер бұл екінші этаждан Ессирскийді өлтіру мүмкін, бірақ та оның скиллмен шықты. Ал үшінші топта біздің еспортсының жігіттері 4 килл жасады, достар. Өте керемет ойын болды. Достар, осымен видео аяқталды. Видеоға түсірілген отборлар осы ойындар, кейбір ойындар түсіруге ұмытып кетіппін, бірақ та барлығы осы. Енді видео ұнаса лайк басып каналға тіркелеміз. Алдағы уақытта тағы да осы Bplay туралы және де тағы да басқа турнирлар туралы видеолар шығатын болады. Лайк басып каналға тіркелеміз. Сау болыңыздар, сіздермен бірге болған мен Әділ.